Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып ғаламторға тәуелділік, ғалам дерті. Оқу мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Бірінші тапсырма: оқулықтағы мәтінді оқи отырып, ғаламторға тәуелділіктен қалай құтылуға болады деген сұраққа жауап беріңіздер. Өзіңіздің бір тәулік ішінде ғаламторда отыру уақытыңызды есептеңіз. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз мақсатты келер шақ. Мақсатты келер шақ түбір сөзге мақ, мек, бақ, бек, бақ, бек жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, бармақпын, келмексің. Екінші тапсырма: мақсатты келер шақ формасында қолданылған етістіктерді тауып жазыңыздар. Жасалу тәсілін талдаңыздар.